Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Сұлшаш. Бүгін сіздермен моңғол халқының ұлттық тағамы ұн қуырдақ дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызып тұрған майымызға туралған етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз 10-15 минуттай. Кейін оның үстіне пиязымызды салып, тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Ешқандай су құймаймыз. Оның үстіне дәміне қарай қара бұрышымызды және тұз салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Баяу отта тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Етіміз бұқтырылып жатқанда қамыр илейтін боламыз. Жылы судың үстіне тұзымызды жақсылап ерітіп алып, жұмыртқамызды салып, оның үстіне суымызды құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Бұл тағамның қамыры дәл біздің бешбармағымызға иленетін қамыр сияқты. Қамырымызды жақсылап илеп, барлық комочкаларын кетіріп, басып, иінін қандырып, илеп аламыз. Тағамды міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Шын мәнінде өте дәмді болып шығады бұл тағам. Қамырымызды илеп болғаннан кейін осылай салафанға салып 15 минутқа демалуға қалдырамыз. Сол кезде қамырымыз өте жұмсақ және илеуге оңай болады. Кейін бұқтырылған етіміздің үстіне тәтті бұрышымыз бен сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Сәбізіміз піскенше отта қалдырамыз. Ол кезде қамырымызды бөліктерге бөліп жаятын боламыз. Қамырымызды жайып, жұқа етіп жайып аламыз. Осы кезде пешімізге противенді жақсылап қыздырып алуымыз керек. Себебі қазір қамырды сонда кептіретін боламыз. Противен суыған сайын қыздырып тұрамыз. Соның үстінде қамырларымызды кептіретін боламыз. Қазір видеода көресіздер қалай екенін. Дәл осылай қамырдың барлық бөліктерін кептіретін боламыз. Осылай кептіріп аласыздар екі жағынан да. Противен суып кетіп жатса, қайтадан қыздырып алуға болады. Кейін барлық кепкен, иленген нанымызды кеспеге турағандай жұқа етіп турап шығамыз. Міне дәл видеодағыдай осылай барлығын майдалап турап шығамыз. Етіміз бен көкөністеріміздің үстіне суды құйып, суымызды құйып алып, осылай араластырып жібереміз тағы да. Қайнап бастағанда үстіне кесілген кеспелерімізді салып шығамыз барлығын. Тағам өте дәмді болып шығады. Көбірек етіп дайындаңыздар. Шын мәнінде сіздерге ұнайды. Барлық кеспемізді салып шығамыз.
араластырмаймыз. Үстінен сәл осылай басып қоямыз да қақпағын жауып кеспеміз дайын болғанша күтеміз. Міне піскен кезде тап осындай болып шығады. Осылай ыдысқа салып ұсына берсеңіздер болады. Тамақ шын мәнінде өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Сұлушаш ас болсын.